8 жыл былай қарасаңыз декреттік демалыстан кейін оралып, ересектер арасында Азия чемпионатының қола жүлдесін жеңіп алдым. Меніңше үлкен жетістік. Олжас мені қолдады, мен Олжасқа айттым, Олжас мен боксты бастайыншы, көрейінші деп. Көтеріліп келе жатырып бір қобалжу іштей болды ма деп бәрін тастап кеттіңіз. Өзімнің елімнің атынан шығам деген мен үшін сондай бір қуаныш болды. Сіз сендіңіз ба нәтиже боларына? Біраз әділетсіз көргеннен кейін анау көңілім бокстан қайтып кеткені бар енді ондай. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, спортты бір 28 жасыңызда тастап кеттім деп, иә? 3 раунд қуалап жүріп ұрасың, бірақ қолыңды көтермейді. Енді бізді де солай тәрбиеледі ғой. Қатты өкпеледім, ішінде қақ қалып. Осы қоламен тоқтап қалмайсыз ғой. Алла тағала міндетті түрде сен еңбегіңе қарай береді. Нағыз батыр болу ол қарапайымдылықтың белгісі екен ғой жаңа. Кішкене бір намыс па, бір жүрмей тұр ма екен, неге олардан үйренеміз деген сияқты. Мысалы, бұрын біз Кубада жеңіліп жатқанда біз Кубаға баратынбыз. Балаларымыз жақсы ойнайды ғой кубинистермен. Неге өзбектермен ойнаймын? Олжастың ағасы өмірдің. Иә, туған қайнағам. Жаман аурумен ауырды, күресті. Біздің отбасымыз болғаннан кейін бір момент болды, бір жүректеше бір қол сілтей салатындай сезім болды жүрегімде.